Демократиялық қоғамды аңсайтындарға үндеу. Әкежан Қажыгелдиннің қазаққа бергеннен бедері көп азамат еді. Әкежан Қажыгелдинді елге қайтару Қазақстанды саяси экономикалық тығырықтан шығаратын бірден бір жол. Марқұм Заманбек Нұрқаділов Назарбаевтың тапсырысы бойынша оның арандатуына еріп Әкежанға кезінде жала жапқан өкінішпен мойындап, кейіннен кешірім сұрап деректер тарихта бұлтартпайтын факт болып қалды. Біз қазір еліміздің тығырықта қалғанына бас ауыртуымыз керек. Ол тығырықтан шығу үшін жол іздеп бүкіл халық болып атсалысу ауадай қажет болып тұр. Ондай тығырықтан әлемдік саясатта еркін жүзе алатын, білімпаз, халықаралық дәрежеде беделі бар азамат болуы тиіс. Бұл жерде тағы бабаларымыздың мына көрегендікпен айтқан сөздерін естеріңізге саламын. Олар баба бүркіт барлап ұшады, бала бүркіт парлап ұшады деген жастардың тәжірибесіздігін, асыра сілтеушіліктерге бой ұратындарын көрсеткен. Жас санағыш сәуегейлерге айтарым, Әкежан Тоқаевтан бір-ақ жасқан екен. Ресей президенті Путинмен құрдас, бүгінде наурыз айында 70 жасқа келді. ақш-тың жаңа сайланған президенті 79 жаста, 1947 жылы туған. Жозеф Робинет Байденді Америка жұртшылығы президент етіп, жасына қарамай сайлады. Дана халқымыз айтқан ғой, ақылды басқа, ақымақ жасқа қарайды деп. Осы бабаларынша ойлайтын мұқым қазақ ақымақ емес шығар. Ұлттың қамына қатысты кеңеске құлақ аспау, ол қазақтың көне көз қарияларынан қағида болып қалған мына өзің білме, білгенің тілін алма деген ұлағатты сөзін қарғыстың ең үлкені деуінде үлкен мән барлығын түсінсе ғой. Мұндай өзі білуге шамасы жетпесе де өзім білем депкен өзеуреу, тыраштанып білімділерге жала жабу әрекеті мемлекеттің халқының болашағына құрдымға кетіруге апарары сөзсіз. Алайда халықты өмір бойы алдап, қорқытып, өздерінің шексіз биліктерін жүзеге жүргізу, мемлекетті тез сорымен байыған үстіне байы беру мүмкін емес бұл күнде. Бұл қазір көз ашық, көкірегі ояу миллиондаған отандастарымыздың көкейіндегі маңызды сұрақ. Ол қазіргі елдің басына түскен тығырықтан кім бастап алып шығады деген сұрақ. Қазақ истеблишментінің қатарын саралай келе, оған лайық тек Әкежан Қажыгелдиннің екендігін дәлелдеп берейін. Біріншіден, оның жоғары биліктен тәжірибесі мол. Еліміз өткен қиындық көрген 1994-97 жылдар ол премьер-министр болған кезеді. Халық есінде болар, 90 жылдың 15 қарашасында ұлттық ақшамыз енгізілгенде ақш-тың $1 4 теңге 80 тиынға бағаланған. Арада 11 ай өткенде Әкежан Мағжанұлы Терещенкодан үкімет басшылығын қабылдап алғанда $1 53 теңгеге жеткен еді. Яғни инфляция тек 11 айда 1104% құрады. Оның үстіне Терещенко мырза шетелден қарызға алынған $2,5 миллиард біреулерге қайтармайтын етіп үлестіріп жіберді. 1997 жылдың қазан айының ортасынан Қажыгелдин отставкаға кеткенде $1 67 теңге ғана болды. Яғни 36 айда инфляция 26%-ға ғана өсті. Әкежанға 1996 жылдың қорытындысымен жыл реформаторы деген әлемдік Адам Смит атындағы сыйлық жайдан-жай берілген жоқ. Бүкіл посткеңестік мемлекеттердің басшылары арасында жалғыз өзіне ғана берілді. Ол экономикаға өте жеттік маман. Адам Смит атындағы халықаралық сыйлық экономика мен қаржы саласында үздік жетістікке жеткен, әлеуметтік экономикалық міндеттерді шебер ғылыми негізде шеше білген өте жоғары білімді мамандарға берілетін сыйлық. Екіншіден, Қажыгелдинді дүниежүзі мемлекеттерінің басшыларының, ірі саясаткерлерінің тең жартысы біледі. Халықаралық дәрежедегі беделі жоғары, оған кезінде Назарбаев тарапынан қудалауға ұшырағанда Еуропаның демократиясы дамыған 16 елдің территориясында еркін жүретін еркіндік паспортын
берген болатын. Үшіншіден, ол 24 жыл бойы Европада тұрып, демократия құндылығымен сусындаған азамат. Қазақстандағы өршіген сыбайластық жемқорлыққа қатыспаған тұлға. Халқына ұдайы ерекше көңіл бөлуі, оның тез арада елімізде әділетті қоғам орната алатын қабілетінде жоққа шығара алмаймыз. Әкежан Қажыгелдин мемлекет, қоғам, қазақ үшін ауадай қажет менеджер. Төртіншіден, Қажыгелдин темірдей тәртіп орнататын қайраткер. Мұнысымен еліміз бен халқымызды жылдан жылға ойсырата опырып бара жатқан жемқорлыққа, парақорлыққа бұғау сала алады. Бесіншіден, Қажыгелдин әу бастан іргедегі қауіпті зор Қытаймен емес, қияндағы Жапониямен экономикалық ірі серіктес болуды қалаған еді. Алтыншыдан, ол 4 тілде еркін сөйлеп жаза алады. Біріккен ұлттар ұйымының 2 тілінде және өзінің ана тілі түрік тілінде жақсы біледі. Жетіншіден, демократияның атасы саналатын ақш-тың жаңа сайланған президенті Джозеф Робинет Байден Әкежанның досы екен. Бұл пікірлер негізсіз айтылмаған. Тарихта саяси қудалауға ұшырағаннан кейін мемлекет басқарған ел басшылары болған. Нельсон Мандела 45 жыл бойы оппозицияда, оның жартысын жуығын түрмеде өткізген кейін Оңтүстік Африка Республикасының президенті сайланып мемлекетін демократия орнатып кеткен. Былтыр жемқор атанып түрмеге қамалған Садыр Жапаровты қырғыз халқы түрмеден босатып алып, өздерінің президент етіп сайлады. Тоқетерін айтқанда, Әкежанның жұрт айыптайтындай қазақ халқына жасаған қиянат жоқ. Әкежанды жұрт білмей жазғырады. Оны колхоз бен совхозды таратқан басшы, орта жүз территориясында орналасқан 5 облысты шапқан. Қажыгелдинде өсек таратты. Енді қисынға келмейтін осы айыптың жала екенін жұрт әлі білмей адасуда. Қажыгелдин 1994 жылдың соңынан да қазан айында үкімет басына келгенше республиканың барлық колхоз совхоздарын Сергей Терещенко, Қалмырзаев, Назарбаевтар талан-таражға салып тіккен. Бұл авантюралық әрекетке Әкежанның еш қатысы жоқ. Ол кезеңде Назарбаев тарапынан қызғаныштың құрбаны болып, шетелге иммиграцияға кетуге мәжбүр болған бұл қандасымыз. Әкежан Қажыгелдин туған елінен қиырда жүрсе де елінің қамын ойлап, соңғы жылдары Тоқаевтың өзіне де бірнеше ақыл кеңес айтып тәжірибемен бөлісіп хат жолдады. Көпшілік жұрт біледі, Әкежан 94-97 жылдары үкімет басына келе сала жас егемен елді жан-жақтан қысқан экономикалық дағдарыстан, қаржы жалақы жетіспеушілігінен, жұмысшылардың кастрөлді барабан етіп соққан наразылық шерулеріне полициясыз өзі жалғыз барып, наразы халықтың арасына барып бейбіт түрде шешіп отырған. Қазақстанның тәуелсіздігін қорғап қалған премьер деп біледі. Бұл фактіні ешкім жоққа шығара алмайды. Өйткені бұл кеше ғана бастап өткен егемен Қазақстанның тарихы болады. Тоқаевтың өзіне де бірнеше ақыл кеңес айтып тәжірибесімен бөлісіп хат жолдады. Осы дағдарыстың шығуының жолдарын көрсетіп жатыр. Олар бұқаралық ақпарат құралдарына жарияланды. Алайда Тоқаев намыс көрді ме, әлде оны қабылдауға өресі жетпеді ме, халыққа бақытты өмір сыйлайық деген ниетіне үн қатпай қасарысуда. Бұл не сонда? Тоқаев дағдарыстан шығатын жолды көрсеткен көмекті қабылдамай, өз халқына жасаған опасыздығы ма? Осы ойды бүгінгі азаматтық қоғам түсініп, осы бағытты зерделеп, саналарынан өткізіп отырса, бұл азаматтың потенциалы шетел сарапшылардың бағалауынша өте жоғары. Жетерлік келешекте үлкен мүмкіншілікке жол ашады. Осыларды өзара салыстырып көріңіздер. Әкежан жалғыз маған емес, мұқым қазаққа керек азамат. Бізге бір Саакашвили керек дейтіндер көбейді. Оларды түсінем, пікірлеріне қосылам. Міне, біздің өз Саакашвилиміз бар екенін біліңіздер. Осы дағдарыстан алып шығу осы азаматтың қолынан келер анық. Сенейік, халық болып қолдайық, өйткені ол қазіргі билікпен сыбайласпаған, мойнында өткенде істетпеген халықтың аманаты тұр. Тарих ғылымының докторы профессор Исманғазы Қуандық, Алматы қаласы.